Баршаңызға сәлем достар. Бүгін Бравл Старс ойнайтын боламыз. Сіздер Плейгзет арнасындасыздар. Арнаға тіркеліп кетіңіздер, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Ойынымызды бастайық. Достар, көріп тұрғандарыңыздай жаңа скин алдық. Ева. Мінекей достар, внеземная Ева. Осындай жаңа скин алдық пиццаға. Жалпы Еваға аса қатты скиндер көп емес, бірақ бұл өте әдемі ерекше скиндердің бірі. Бүгін біз осы Евамен ойнайтын боламыз. Айтпақшы достар, біз базлайтерді соңына дейін көтерген болатынбыз, мастерствоны. Мінекей. Базлайтер жоғалып кетеді, және мастерствоны біз соңына дейін көтерген болатынбыз. Жарайды. Қазір біз ең алдымен магазинға кіріп кетейік. Магазинде бізде пицца для всех, лунный Новый год, Олли бар. Және бұл жерде жаңа акциялар пайда болды. Призрачный всадник Драко дейді. Мә достар, бұл енді өте күшті дерзкий скиндердің бірі. Қараңыздаршы, өте дерзкий скин. Бұл жерде тағы да каракатица Джеки дейді. Бұл да өте қызық және күлкілі скиндердің бірі. Тағы да бұл жерде кальмар Спраут. Мінекей, бұл енді өте әдемі және сүйкімді скиндердің бірі. Тағы да бұл жерде особай акциялар, яғни гиперзарядтар беріп жатыр. Және басқа магазинде ешқандай қызық жоқ секілді. Жарайды достар, шығайық бұл жерден. Пицца планетаға кіріп кетейік. Пицца планета 2 күннен кейін бітеді. Бұл жерде бізге доктор Эдгар, одан кейін байкерша Ева, цифровой Фэнк скиндерін ұсынып отыр. Бізде өкінішке орай пицца өте аз, және миплдың өзін ала алмайтын секілдіміз. Жарайды достар, событияларды көрейік. Бұл жерде ең соңғы соревнования болып жатыр, баскетбой. Жаңадан бролбол және нокаут пайда болды. Қазір біз осы событиялардың бәрін ойнап кетейік. Ендеше столкновениядан бастап кетейік. Ал кеттік достар, столкновение. Кеттік, бірден бастап кетейік. Банкаларды алып кетейік. Мына жерде базлайтер. Кетіп қалайық. Бірден центрге қарай барайық. Және центрде де базлайтер. Енді ана жерде 6 банка. Қазір ол соның бүкілін алады ғой енді. Достар, жалпы Ева командамен ойнауға арналған боец. Және жалғыз өзіміз ойнаған кішкене қиындау болады. Бірақ біз қазір осылай күте тұрайық. Көреміз не болатынын. Астыда Байрон. Мына жерде Байронға да атака жасап жейік па? Жоқ, болмады. Мен енді гаджетті қолдан көрейін. Әлі 7 боец тірі. Және бұл жерде базлайтер көп екен. Үстіде де базлайтер, астыда да базлайтер. Және мына базлайтерді қуып жіберу керек. Ең жақсысы ол Ева сумен жүре алады. Сол себептен де бізге осы картада оңай болу керек. Базлайтер кетті. 4 боец қалды. Қазір мына Байрон енді қиын болуы мүмкін. Мына жерде базлайтерді да. 3 боец қалды. Болды, бұлар енді қазір. Болды достар. Смело алып кеттік. Біздің негізі жолымыз болды. Ендеше шығайық бұл жерден. Қазір біз парное столкновение ойнап кетейік.
Кеттік. Парное столкновение. Ал кеттік достар. Парное столкновение. Бұл жерден напарниктерден бит, 8 бит. Кеттік. Енді білмеймін әрине қалай болады екен. Бірақ негізі оңай болу керек. Меніңше. Негізі екеуміз де дальникпіз. Ана жерде, біз алып кеттік. Және мына 8 биттің де скины өте әдемі. Жалпы Еваға да скин өте әдемі. Және оқтары да өте әдемі. Мінекей осындай. 3 бұрыш. Жарайды, біз қазір енді атака жасайық. Тағы да грифті алып кеттік. Жақсысы біздің атакамыз негізі алыстан атака жасасақ болады. Мына жерде тағы да гриф. Әлі 4 команда бар. Енді 8 битке здоровьян көтеріп алу керек. Мына жерде Дэрилді алып кеттік. Мен қашайын. Бірақ болмады достар. Өкінішке орай болмады. 8 бит қазір барынша тірі қалу керек. Енді олай тәуекелге баруға болмайды негізі. Ана жерде Кольт және бұл жерде де 8 бит. Және үшінші команда қай жерде екен? Мына жерде Мико. Микода 6 банка. Қазір қиын болды негізі. Достар болмады, жолымыз болмады бұл жолы. Кішкене қиындау болды. Шығайық бұл жерден. Қазір біз басқа события ойнап кетейік. Брол болды ойнап кетейік. Кеттік. Ал кеттік достар. Брол бол. Напарниктерден Сту. Және қарсыластарда Байрон мен Дэрил. Мына Байрон енді кәдімгідей кедергі келтіреді. Қазір біз білмейміз не болып жатыр өзі. Бірақ гол соғып кету керек біз. Болды, мінекей. Бірінші голды соғып кеттік. Жақсысы, Еваға дальность өте жақсы. Бірақ мына жерде, достар, біз кішкене тупить етіп қалдық. Жарайды, біз қазір енді қайтсек те екінші голды соғу керекпіз. Әйтпесе болмайды мұнау. Нашар ойнап жатырмыз, негізі Студа өте нашар ойнап жатыр мына жерде. Және, достар, болмай қалды, Өкінішке орай ұтылып қалдық. Шығайық бұл жерден. Тағы да ойнап кетейік. Брол бол. Ал кеттік достар. Тағы да брол бол. Осы жолы напарниктерден Эдгар. Эдгар ойнамай жатыр мына жерде. Негізі, қиын болды. Рандомдармен енді ойнау әрине. Қайтсек те қорғау керек біз енді қақпаны. Мен енді әрине қорғап жатырмын, бірақ мен ультаны бекер қойдым негізі. Достар, енді ульта әсер етті. Жарайды, менің енді балапандарым шықты мына жерде. Және Эдгар, өкінішке орай соға алмады. Қазір мұнаны қайтсек те алып кету керек біз, достар. Болмады, Жарайды, енді брол болды, қиын екен ойнау. Және мұна Эдгар да өте нашар ойнап жатыр.
Бізге кішкене жақсы напарник керек мына жерде. Енді бұл жерде ұтылдық өкінішке орай. Иә, Эдгар өте нашар ойнап жатыр. Өкінішке орай ұтылдық. Шығайық бұл жерден. Шығайық. Тағы да ойнап кетейік, брол болды. Енді қайтсек те ұту керекпіз, брол болды. Бұл жерде енді бүкіліне жақсы ойыншылар шығып жатыр. Бірақ мына жерде мына Мелоди енді білмеймін, жақсы ойналады ма? Бізге танк таңдау керек еді. Я, алып кетейік бірден. Мен ультаны қолдандым. Және ульта да өте әдемі екен. Маған гол соғу қиын болады мына жерде. Достар, енді мына Эль Примо өте жақсы ойнап жатыр. Ультамызды қояйық. Жарайды. Қазір енді мына Эль Примо соғатын секілді ғой. Және достар, енді өте қауіпті момент. Жарайды, біз қазір енді бірден барайық. Мен пас бердім. Бәрекелді, мінекей, өте жақсы ойнадық. Кеттік, ультаны бірден қояйық та, бірден атакаға шайық. Екінші голды соғып кетейік. Кеттік, бірден. Мына болды, алып кетейік. Болмады. Кішкене төбет етіп қалдық. Жарайды, ештеңе етпейді. Қазір біз енді қайтсек те бұлар гол соқпау керек. Енді маған пас берді. Мен негізі бекер бердім. Болды достар, қазір Мелоди соғу керек. Бәрекелді, Мелоди өте жақсы соқты. Өте керемет ойнады. Шығайық бұл жерден. Тағы да бір рет ойнап кетейік, брол болды. Кеттік достар, тағы да брол бол. Бұл жерден напарниктерден атын ұмытып қалдым енді, осы байысын. Бірақ қарсыластарда Вольт және Карл. Бұлар шынымен де өте қиын болады. Бірден кетті ғой енді біздің напарник. Бұл жерде өкінішке орай ұтылдық. Бірақ біз әрине өте жақсы қорғап жатырмыз қақпаны. Қазір мен пас бердім. Білмеймін енді қалай болады екен. Негізі маған берген дұрыс болмады. Жарайды достар, енді біз шынымен де гол соғып кеттік. Өте жақсы ойнадық. Негізі өзім сенбей тұрмын. Біз шынымен де жақсы ойнап жатырмыз. Және мыналар да гол соғатын секілді ғой. Бәрекелді, енді өте жақсы қорғап жатыр. Жарайды, қазір біз қорғап қалайық енді жақсылап тұрып. Достар, өте жақсы қорғап жатырмыз. Қанекей екінші голды соғып кетейік. Достар, мына жерде өте қиын. Достар, бұлар қазір гол соғады. Болды. Енді қазір екінші голды соғу керек. Қайтсек те. Менше біз ұтыламыз бұл жерде. Вольт өте жақсы ойнап жатыр. Болды. Қазір соғу керек біз. Қанекей?
Бәрекелді, өте жақсы соқтық. Өте жақсы ойнадық, иә, команда ретінде. Иә, шығайық бұл жерден. Шығайық. Қазір біз басқа события ойнап кетейік. Ендеше нокаутты ойнап кетейік. Кеттік. Ал кеттік, достар. Нокаут. Бұл жерде напарниктерден Тара. Қарсыластарда Спайк және Брок. Я, мінекей. Мә, қазір енді қиын болады мына жерде. Бұларды дальниктер. Мен қазір Спайкты... Мә, достар, енді кішкене қалды Спайкты алуға. Бірақ болмады. Жағынан мен гаджетті бірден қолданып жатырмын. Менше ұтамыз бұл жерде. Немесе ұтыламыз. Жоқ, иә. Бірінші раундты алып кеттік. Базар жоқ, қазір Тара қолданады ультасын. Және бірден, иә, Брокты алып кетті. Мә, достар. Я, бұл жерде кішкене қиындау болды, өйткені енді разна-раз қалдық. Міне бірге бір. Мінекей ультасын көрдік. Еваның өте әдемі. Және болды, достар. Спайкты алып кеттік. Оңай болды, әрине, бірақ кішкене қиындау да болды. Шығайық бұл жерден. Тағы да ойнап кетейік нокаутты. Ал кеттік, достар, нокаут тағы да. Осы жолы напарниктерден Бери. Ал қарсыластарда Мэнди мен Пайпер. Бери бұл жерде кішкене дұрыс емес деп ойлаймын. Негізі Мэнди да Пайпер да бұл жерде дальниктер, екеуі де снайпер ғой. Екеуі де өте қатты урон жасайды. Қиын болады бұл жерде. Әзірге белгісіз, әрине. Бірақ сонда да. Бізге екеуін біреуін алып кету керек. Ультаны қойдық. Бериді алып кетті. Жарайды, Пайперді алып кеттік. Бірақ мынау қиын болады, иә, Мэнди. Достар, мынау Мэнди. Достар, кішкене қалды. Бәрекелді, Әйтеуір дегенде енді шынымен де өте жолымыз болды. Жағынан Мэнди ана жерде ала алатын еді, бірақ тупит етіп қалды. Я, Мэнди кішкене тупит етіп қалды. Бірақ біз қазір Мэндиді алып кету керекпіз, болды. Қазір енді Пайпер қалды. Енді Пайперді де өте оңай алып кетеміз. Қазір екеуміз енді екі жақтан жабыламыз ғой. Болды, достар. Смело алып кеттік. Өте жақсы ойын болды. Мені звездный игрок. Ұтқан анимациясында көрдік. Еваның. Шығайық бұл жерден. Тағы да ойнап кетейік. Нокаутты. Ал кеттік. Нокаут тағы да. Я, осы жолы базлайтер бар екен. Екі базлайтер. Лазер режимінде және... ана жерде де лазер. Я, бұл жерге негізі көбісі базлайтерді алады. Осы лазер режимінде. Біз қазір динамайкты де алып кетеміз. Я, достар, осы жол шынымен де өте оңай болды. Енді менше біздің жолымыз болып жатыр. Бірақ біз сонда да енді барынша жақсылап ойнау керекпіз. Жарайды, базлайтермен бірге бір қалдық. Енді бұл базлайтер кішкене қиындық туғызады, иә? Мен бірден гаджетті қолдандым. Я, достар, смело алып кеттік.
Базлайтерді. Өте жақсы ойнадық. Шығайық бұл жерден ендеше. Шығайық. Кеттік достар. Тағы да бір рет нокаутты ойнап кетейік. Соңғы рет. Ал кеттік достар. Нокаут. Осы жолы напарниктерден Фэнк, қарсыластарда Базлайтер және Амбер. Я, мына Амбер енді қиындау болады. Ал Базлайтер бір жерге тығылып қалды де. Так, Базлайтер мінекей. Тығылып қалды ғой бір жерге. Я, достар, негізі Базлайтер бірден алып кетуге болатын еді, бірақ мә тупит етіп қалдық. Мә кішкене ғана қалды негізі ана Базлайтерді алуға. Жарайды, біз ультамызды қойдық. Мә, достар, мен қазір мә енді кішкене қалды. Мә, мына Базлайтердің уроны енді өте қатты тиеткен. Мә, бұлар қиындау болады. Я, Амбер өте қиын болады. Білмеймін, достар, енді бізге атака жасау керек. Мына Базлайтерді алып кету керек, тым болмаса. Мә, меніңше ұтыламыз бұл жерде. Мә, достар, я, бұл енді кішкене қиындау. Мына Фэнк те кішкене дұрыстап ойнамай жатыр. Маған ең бастысы ульта қажет. Жарайды, ультамызды қойдық. Әрине қазір барынша жақсылап ойнау керек. Мә, енді мә, қиын. Меніңше ұтыламыз бұл жерде. Бұл жерде енді шанс жоқ. Мә, мінекей мына жарайды, денсаулығымызды жинап алайық. Мә, ұтылдық бұл жерде, достар. Енді жолымыз болып ұтылып қалдық. Я, достар, Базлайтерді алдық, бірақ сонда да ұтылып қалдық. Ендеше шығайық бұл жерден. Қазір біз басқа события ойнап кетейік. Ендеше біз захват кристаллов ойнап кетейік. Ал кеттік, достар. Захват кристаллов. Напарниктерден Динамайк және Чарли. Қарсыластарда Динамайк және мә, көрмей қалдым, я. Драко, одан кейін Ворон. Мә, бұлар енді шынымен де өте мықты боецтер. Легендарный боецтер ғой мыналар. Мә, менде бір жағынан интернет қуып жатыр. Жарайды, мына Драко не дейді өзі? Мә, біз енді ала аламыз ба осыларды? Мә, тезірек тірілейік. Мына Драко не дейді өзі? Алып кетейікші мына Дракон. Оқ, достар, қазір ультаны ең бастысы шығару керек. Жарайды, енді әзірге белгісіз, я. Білмейміз не болып жатыр. Болар іс болады. Жалпы нашар емес, яғни жақсы ойнап жатырмыз. Бірақ бұлар қазір кенеттен, я, атака жасап бізді алып кетуі мүмкін ғой. Міне. Мен де негізі тупит етіп жатырмын. Мә, достар, бұлар жинады, я. Болды, бұлар жинады. Қазір мына Воронда, мә, достар, енді біз қорғай алмадық. Мә, негізі тупит еттік кәдімгідей. Жоқ, достар, бізде, я, шанс бар негізі ұтуға. Чарли өте жақсы ойнап жатыр. Чарли бәрекелді.
Болды, мына дракода енді қоймайды екен. Қазір бәрекелді достар. Біз ұтып кеттік. Чарли базар жоқ, өте жақсы ойнады. Өте керемет. Мінекей звездный игрок болды. Шығайық бұл жерден. Басқа событияны таңдайық. Қазір біз горячая зона ойнап кетейік. Ал кеттік достар. Горячая зона. Мә, бұл жерде де базлайтер. Қазір базлайтер бүкіл жерде. Бізде Пенни напарниктерден. Қарсыластарда Дэрил бар екен. Берри. Мен негізі өзім Еваға өте нашар ойнап жатырмын. Горячая зонада енді ұтылатын секілдіміз. Достар, бұл жерде жолымыз болмады. Бұл жерде қарсыластар 40% жинап алды. Енді біз ұтыламыз бұл жерде. Бұл жерде сөз жоқ, енді біз ұтыламыз. Енді ұтып кетсек, әрине мен таңғаламын. Бірақ қазір біз негізі шанс бар қуалап жетіп алуға. Қазір не дейді мына Дэрил? Жарайды, біз қазір енді шынымен де өте жақсы ойнап жатырмыз. Ультаны қояйық. Болды достар, біз енді зонаны алып алдық. 80%. Негізі болды, негізі ұтатын секілдіміз. Басында енді әрине нашар бастадық. Бірақ біз енді достар, мінекей. Бәрекелді. Өте жақсы ойнадық. Достар, шығайық бұл жерден. Басқа события таңдап кетейік. Ендеше Brawl Ball'ды ойнап кетейік. Кеттік. Ал кеттік достар. Brawl Ball'ды ойнап кетейік. Кеттік Brawl Ball. Бұл жерде напарниктерден Джуджу мен Динамайк. Қарсыластарда Фэнк, Кензи, Белл. Менде 2 метатель напарниктерден. Мынау болмайды негізі. Допты алып бірден қақпаға қарай бару керек. Гол соғу керек, мына жерде болмайды енді. Біз әрине алып жатырмыз бұлардың бүкілін. Бірақ гол соға алмай жатырмыз. Міне Кензи өте жақсы ойнады. Алып кетті бірден. Ендеше көрсетейік бұл жерде Brawl Ball'ды қалай ойнау керек екендігін. Джуджу бәрін давай айыр. Кәнекей Динамайк көрсет. Кеттік, мен енді допты алайын. Достар, мына Фэнк енді кәдімгідей жыртты. Кеттік. Енді бірде-бір гол болған жоқ. 1 минут қалды. Қазір біз соғу керекпіз. Біз енді жақындай алмай жатырмыз сол қақпаға. Біз жақсы ойнап жатырмыз, бірақ жетпей жатырмыз қақпаға. Және бәрінен де мына Кензиден қорқып тұрмын. Достар, міне осындай болатынын білгенмін. Енді жоқ жерден соғып жіберді. Және қақпада ешкім болған жоқ. Негізі Brawl Ball'ға келмейді екен да. Ева мен Brawl Ball'ды ойнау қиындау. Жарайды, бұл жерде енді ұтылдық, өкінішке орай.
Біз әрине ойнап жүреміз. Кензиді алып кетеміз. Енді болды, я ұтылдық қой. Жарайды. Ева брол болды, енді келмейді екен. Шығайық бұл жерден. Біз айтпақшы звездный игрок болдық. Басқа события ойнап кетейік. Ендеше біз қазір нокаутты ойнап кетейік. Кеттік. Ал кеттік, достар. Нокаут. Бұл жерде де негізі қиындау болады Евамен. Әсіресе ультамыз жоқ кезде. Я, бұл жерден напарниктерден Рико және Мэнди. Бұл жерде қиындау бола батыр. Мына жерде кит енді кішкене, достар, мен де тупит еттім мына жерде, кішкене дұрыс емес жасап жатырмын. Жарайды, мына Леон не дейді өзі? Ай, достар, мен тупит еттім, я? Жарайды, біз қазір енді алдық, бірақ мына кит, достар, енді өте өкінішті. Я, түсініксіз. Менше біз артта күте тұру керек біз. Жарайды, мен ультаны қойдым енді, әрине. Бірақ мына бәрінен де осы кит енді қиын болады. Біз спайкты алып кетіп біз. Енді осы Леон қалды. Қазір Леон да енді байқатпай бір жерден шығып қалады, но. Міне. Болмады, болмады. Жарайды, енді біздің напарниктер шынымен де өте жақсы ойнады. Қазір 3-ші раунд. Енді осы раундты ұту керек біз. Жарайды, мен енді көмектестім. Мына Леонмен бірге бір қалдық, я? Я, достар, базар жоқ, өте жақсы ойнадық. Мінекей, звездный игрокпыз, өте жақсы ойнадық команда ретінде. Шығайық бұл жерден. Кеттік, достар. Тағы да бір события ойнап кетейік. Ендеше зачистка ойнап кетейік 5-5. Кеттік, достар. Зачистка. Бұл жерде енді боецтер өте көп екен. Және мен түсінбеймін, неге ол жерге танктерді алады екен. Негізі бұл зачистка болғандықтан бұл жерде дальниктерді алған дұрыс, және көбісі міне Пайпер, сондай Анжела дальниктерді алып жатыр. Ал бізде мына жерде енді дұрыстап алмаған, я? Бұл жерде Спайк, Барли. Қиын болады енді. Бұл жерде біз ұтыламыз енді. Бұл жерде ұтыламыз, я. Мен өзім негізі дұрыстап тимей жатырмын. Және мына Анжелада енді жарайды, мына Анжеланы алып кеттік. Бірақ, достар, мына Пайперде енді қазір бізде шанс бар әлі де. Зачистка осымен қызық қой, негізі барынша көп боецтерді алып кету керек. Жағынан мына Эль Примода Анжеланы алып кеттік. Белгісіз әзірге. Енді бұл жерде енді жолымыз болса, әрине ұтамыз. Жолымыз болмаса, ұтыламыз. Бір жағынан, енді қиындау. Өкінішке орай, менде тағы да гиперзаряд жоқ Еваға. Негізі гиперзаряд болса, енді өте оңай болатын еді.
барынша енді тырысып жатырмыз әрине. Жарайды, қазір біз мына Евада, Ева деппін ғой. Анджела. Бізде тең де тең. Біз қазір тупить етеміз енді. Қазір мына Эль Примода енді. Мына Эль Примо енді. Жарайды, біз қазір, мен қазір енді кішкене ұтылып қалуға сәл қалдым. Бірақ ульта да әсер етпеді. Жарайды достар, енді бұл жерде шынымен де жолымыз болып кетті. 20-да 19 енді кішкене ғана қалды. Жарайды енді. Бізде ешкім звездный игрок болмапты. Бірақ біз өте жақсы ойнадық. Бәрекелді. Біздің команда шынымен де өте жақсы ойнады. Бірақ меніңше біздің жолымыз болды. Шығайық бұл жерден. Осымен ойынымызды аяқтайық. Видеоға лайк басып кетіңіздер. Каналға тіркеліп кетіңіздер. Комментарийға өз пікірлеріңізді жазып кетіңіздер. Мен сіздерге бар жақсылықты тілеймін. Сау болыңыздар.